Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы миллиграмм. Сабағымыздың мақсаты массаның жаңа өлшем бірлігі миллиграммен танысу, шамалар мәнін салыстыру. Нөмірі бірінші мысал, масса бірліктерінің өзара байланысын есіңе түсір. Балалар, массаның өлшем бірліктерін есімізге түсірейік. Біз білеміз, ол грамм, килограмм, центнер және тонна. Енді біз білеміз, 1 килограммда 1000 грамм бар екен. 1 центнер ол 100 килограмм. 1 тоннада 1000 килограмм бар, және 1 тоннада 10 центнер бар екен көріп тұрмыз. Мына бізде берілген схемада жақсы көрсетілген. Яғни 1 граммды 1000-ға көбейтсек, 1 килограмм шығады. 1 килограммды 100-ге көбейтсек, 1 центнер шығады. 1 центнерді 10-ға көбейтсек, 1 тонна шығады. Және мына жерде көрсетілген 1 килограммды 1000-ға көбейтсек, 1 тонна шығатыны мына біздің схемамызда көрсетіліп тұр. Астындағы есепті оқиық. Арман киттің массасы 3 тонна, Әлия киттің массасы 30 центнер, ал Айна киттің массасы 3000 килограмм екендігін айтты. Олардың қайсысы дұрыс айтты? Енді қарайық. 3 және біз айттық, 3 тонна ол бізде неше килограмм? Яғни 1 тонна бізде 1000 килограмм болса, демек 3 тоннамыз бізде 3000 килограмм дедік, Ал 1 тонна 10 центнер дедік. Демек, 3 тоннамыз бізде 30 центнер, Сонда, мына балалардың барлығы дұрыс айтып тұр, Яғни, әрқайсысы 3 киттің массасын әртүрлі өлшем бірлікте ғана айтып тұр. Әйтпесе барлығы бірдей. Массаның ең кіші өлшем бірлігі бар, ол миллиграмм деп аталады. Қысқартып жазған кезде мг деп жазамыз. Яғни, ол граммнан да кіші болады. Яғни, міне. Сонда 1 граммым 1000 миллиграммға тең. Ал 1 килограммым сонда 1 миллион миллиграммға тең болады. Нөмірі 3-ші мысал, миллиграммен өрнектеп өсу ретімен жаз. 5 грамм 200 миллиграмм. Енді оны бізге миллиграммға айналдыру керек. Енді мына жерде қарайық, 1 грамм бізде 1000 миллиграммға тең. Сонда біз 5-ті 1000-ға көбейтсек 5000 болады, 5000 және оған қосамыз 200. Сонда 5200 миллиграмм болады екен. Келесі. 3 грамм, яғни 3-ті 1000-ға көбейтеміз, оған 61-ді қосамыз, Сонда 3061 миллиграмм болады. Келесі, 4-ті 1000-ға көбейтеміз де, оған 35-ті қосамыз. 4035 миллиграмм болады. Мұнда 1 килограмм 20 грамм. 1 килограмм бізде миллион миллиграмм болды, Жазып алайық, миллион. Оған қосамыз 20 грамм. 20-ны, яғни 1000-ға көбейтеміз. Яғни 2-ні тіркейміз де, артындағы 4 нөлді тіркейміз. Тіркеп жазамыз. 1 миллион 20 000 миллиграмм болады сонда. Нөмірі 4-ші мысал, оқы, әр есеп үшін сұлбасын таңда есептерді шығар. Бір облыстың картоп өсірушілері 70571 тонна картоп жинады. Ал облыс халқына 90.000 тонна картоп қажет. Басқа өңірлерден қанша тонна картоп әкелу керек? Есеп не туралы? Бір облыстың картоп жинаған туралы, Есепте не белгілі? Олар 70571 картоп жинағаны белгілі. Және оларға 90.000 тонна картоп қажет екені бізге белгілі. Енді есепте нені табу керек? Басқа өңірлерден қанша тонна картоп әкелу керек екенін табу керек. Есептің шартын жазып алайық. Бір амалмен шығарылатын есеп, яғни мына 3-ші сұлба сәйкес келеді. Яғни бізге қанша әкелу керек екенін табу үшін мына 90.000-нан 70571-ді азайтамыз. Қалай есептейміз? Баған түрінде, дұрыс. 0-ден ала алмаймыз, 0-ден сұрай алмаймыз, сондықтан 9-дан біреу сұраймыз. Мыналардың барлығы 9 болады. Енді 10-нан 1-ді азайтамыз. 9, 9-дан 7-ні азайтамыз. 2, 9-дан 5-ті азайтамыз. 4, 9-дың өзі түседі. 9-дан біреу сұрағандықтан бізде 8 қалды. 8-ден 7-ні азайтсақ 1. Сонда 19429 тонна картоп әлі қажет екен басқа өңірлерден.
Енді жауабына жазып қояйық. Әсін қарастырайық. Биылғы жылы бір облыстың бағбандары 86 мың килограмм алма жинады. Былтыр бұдан 6555 килограмм алма кем жиналған. 2 жылда барлығы қанша килограмм алма жиналды? Бұл есеп не туралы? Яғни биылғы былтырғы жылдағы жиналған алма туралы. Есепте не белгілі? Биылғы жылы 86 мың килограмм, былтыр бұдан 6555 кем жиналған белгілі. Есепте нені табу керек? 2 жылда қанша килограмм алма жиналғанын табу керек. Есептің шартын жазылайық. 2 амалмен орындалатын есеп. Бірінші бізге былтыр қанша килограмм алма жиналғанын табу керек, сосын барлығын табу керек. Яғни мына бірінші сұлба сәйкес келеді. 165.445 килограмм. Жауабы барлығы 2 жылда 445 килограмм алма жиналды. Енді үшіншісі Б. Бұл мына екінші неге сәйкес? Сызбаға. Биыл бір облыстың күріш өсірушілері 502.525 тонна күріш жинады. Былтыр бұдан 5456 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы былтырғы жылға қарағанда 2315 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы қанша тонна өнім жиналды? Егер есептің шартын жазатын болсақ, шешуі жаңағы біздің мына екінші сұлбаға сәйкес өрнек жазамыз. Сонда 494.754 тонна екен. Жауабын осында жазамыз. Яғни алдыңғы жылы осынша тонна жиналды деп. Нөмірі 7-ші тапсырманы орында. Алия қалалардың ара қашықтығын сайттан автокөлік жолдары бойынша білді. Атыраудан қай қала алыс орналасқан? Қанша километр алыс? Бізде міне Атырау қаласы көрсетілген және Тараз бен Өскемен қаласы. Атырау қаласынан Тараз қаласына дейін 2653 километр, ал Атыраудан Өскемен қаласына дейін 3393 километр. Яғни ең Атырауға алыс орналасқан қала бұл Өскемен қаласы. Енді қанша километр алыс екен білу үшін біз не істейміз? 3393-тен 2653-ті алып тастаймыз. 3-тен 3-ті алып тастаймыз 0, 9-дан 5-ті алып тастаймыз 4, 3-тен 6-ны алмаймыз, 3-тен 1 сұрап аламыз қарызға. Енді бұл жерде 13 болды, 13-тен 6-ны алсақ 7. Мұнда 2 қалды, 2-ден 2-ні алсақ 0. Сонда 740 километр алыс орналасқан екен. Нөмірі 9-ші есепті шығар. Алия әкесімен бірге бақшадан массасы 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм, 5, 6 және 7 килограмм болатын 7 асқабақ жинап алды. Асқабақтарды 4 себетке әрқайсында массасы бірдей болатындай бөліп салды. Мұны олар қалай орындады? Не істейміз? Мынаның барлығын қосып аламыз. Сонда барлық асқабақ неше килограмм екен тауып аламыз. 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-ге 3-ті қоссақ 6, 6-ға 4 қоссақ 10, 10-ға 5-ті қоссақ 15, 15-ке 6-ны қоссақ 21, 21-ге 7-ні қоссақ 28. Сонда барлығы 28 килограмм асқабақ жинаған екен. Оны 4 себетке бөлді, яғни онда 4-ке бөлеміз. Сонда тең болады 7. Яғни әр себетке 7 килограммнан асқабақ салған екен. Енді қолындағы 7 килограмм мұнда салады. Мұнда 1 мен 6 килограммдық, мұнда 2 мен 5 килограммдық, мұнда 3 пен 4 килограммдық асқабақты салады. Мұнда 7 килограмм. Остып, олар 4 себетке бірдей етіп бөліп салды. Нөмірі 11-ші мысал, есепте және тексер. Мына берілген өрнектерді баған түрінде есептейміз. 7-тен 9-ды алмаймыз, 8-тен 1 сұрайым. Енді мұнда 17 болады, 17-тен 9-ды азайтсам 8 болады. Мұнда 7 қалды. 7-тен 8-ді алмаймын, сондықтан 4-тен 1 сұрайым. Енді мұнда 17 болды. 17-тен 8-ді азайтамын, 9 болады. Мұнда 3 қалды. 0-ден ештеңке сұрай алмаймыз, 9-дан сұраймыз. 9 мынаған береді, мынау
мынаған береді. Сонымен 13 болады. 13-тен 7-ні азайтамыз. Тен болады 6. 9-дан 5-ті азайтамыз. 4. 9-дан 4-ті азайтамыз. 5. 9-дан 1 сұрағандықтан мында 8. Сонда 854.698 болады. Енді тексереміз. Азайтуды қосумен тексереміз, е? 8-ге 9-ды қосамыз 17. 7-сін жазам 1 ойда. 9-ға 8-ді қосам 17, ойымдағымен 18, 8-ін жазам 1 ойда. 6-ға 7-ні қосам 13, ойымдағымен 14, 4-ін жазам 1 ойда. 4-ге 5-ті қосам 9, ойымдағымен 10, 0-ін жазам 1 ойда. 5-ге 4-ті қосам 9, ойымдағымен 10, 0-ін жазам 1 ойда. 8-дің өзін түсірем, сонда ойымдағымен 9 болып түседі. Яғни біздің шығарғанымыз дұрыс. Келесін орындайық. 2-ге 9-ді қосам 11, 1-ін жазам 1 ойда. 0-ге 0-ді қосам 0, ойымдағымен 1. 8. 7-ге 5-ті қосам 12, 2-сін жазам 1 ойда. 4-ге 4-ті қосам 8, ойымдағымен 9. 6-ға 1-ді қосам 7. Сонда 792.811 шықты. Енді қосуды азайтумен тексереміз. 1-ден 9-ды алмайым, сондықтан 1-ден алдындағы 1-ден сұрап аламыз. Енді бұл жерде 11 болды. 11-ден 9-ды азайтамын 2. Мұнда 0 қалды. 0-ден 0-ді азайтамын 0. Мұнда 8. Мұнда 2-ден 5-ті алмайым, сондықтан 9-дан 1 сұрайым. Мұнда 12 болды. 12-ден 5-ті азайтамын 7. 9 емес енді 8 қалды. 8-ден 4-ті азайтамын 4. Мұнда 7-ден 1-ді азайтамын 6. Мынаны орындайық. 563.409.158-ден азайтамыз 56.743.000. 8-ден 0-ді азайтамыз 8, мұнда 5, мұнда 1. 9-дан 3-ті азайтамыз 6, 0-ден 4-ті алмайым, 1-4-тен сұраймыз. 10 болды. 10-нан 4-ті азайтсақ 6. Мұнда 4 емес 3 қалды, е? 3-тен сұраймыз. Сонда мұнда 13 болады. 13-тен 7-ні азайтамыз 6. Мұнда енді 2 қалды, е? 2-ден 6-ны алмаймыз. 6-тан сұрап аламыз. Сонда 12 болады. 12-ден 6-ны алсақ 6. Мұнда енді 6 емес 5 қалды. 5-тен 5-ті азайтамыз 0. 5-тің өзі түседі. Сонда бізде 506.666.158 шықты. Енді оны тексереміз. Азайтуды қосумен тексереміз, е? Ал енді қосайық. 8, 5, 1, 9, 10, 0-ін жазам 1 ойда. 6-ға 7-ні қосам 13, ойымдағымен 14, 4-ін жазам 1 ойда. 6-ға 6-ны қосам 12, ойымдағымен 13, 1-ім ойда. Ойымдағымен мұнда 6, мұнда 5. Дұрыс орындалған екен.